Mangmanın ker, kepiline keldi, jalın mayday, üzülgin seni sıla, kalığa dayday. Çürüsün jilmayaday januarım Küreğin kazığımday osunu dayday. Aho mangmanı kerim samdalı kerim dip salgan osuna venegey akanı serin dip salgan osuna venegey akanı serin. Рахмет аға. Дауысыңыз далаға жетсін, қалаға жетсін, ақтілекке жетсін. Жүректен шығып жүрекке жетсін. Сіздің дауысыңыздың қасында Филипп Киркоровтың дауысы адаға кетсін. Рахмет, рахмет, көп рахмет. Естіріп сөздейсіз ба? Аға, сөзге түсіп алыңыздар. Көп рахмет деттеріңізге. Старсыға рахмет, Дәурен ағамызға рахмет. Оның әкеңізді жайлы сәлем. Бір әдетті жақсы екен. Қазақстан, әнеге бір жақсы алып қойыңыздар. Егер туасын, біз бастағанда жолдар көріміз енді қазақ білесіздер қанша дегенмен ер-заматта пиік болған қалыппыз ғой. Сондықтан біз енді ер-заматтарға бірінші беремізді грамотамызды бастайық. Қалың отырайын, грамота дейді мені 40 жылдық кездесу деп. Ұлдардан бастаймыз ғой бірінші. Ұлдардық ма? Дұрыс қой. Мен айтайын бе, өзің айта бересің. Ал онда қосайға мен микрофон берейін, өзі хабарлап, өзі әдемілеп. Үшін 9 граммда болу керек. Қателеспесек аға. Марапат қой. Арнайы бұл жерде жазуымен жазылған, сыныптастың мінезіне қарай баққа жазылған негізінде. Кішкене қыстырақ болсын деген ниетпен арнайы. Осылай екі сәт ақылдап. Ең красавчик деген сөз ғой, краш деген сөз, красавчик деген сөз. Ал құрметті құрдастар, мынау кішкене грамотамыз бар сіздерге арналған, Дәурен екеуміздің ойластырып шығарылған. Біреудің жүрегіне тиері, біреудің көңіліне тиері, біреудің көзіне тиері, біреудің құлағына тиері. Так что ренжімейміз, құрдас болсын. Конкретно ең бірінші сыныбымызда ең краш дейді. Кім екен? Краш деген. Аудармасы не? Краш. Жоқ, краш деген. Симпатичный деген сөз ғой. Ұлдардан ба? Бәрібір. Просто краш. Номинация. Ең краш сыныптас дейді. Ұлдардан шығады. Ұлдар.
Жарай, қиналмай қояйын. Ең кіра сыныптас, матасы екеумен жүретін, тыным таппайтын Самар! Музыка! Кел. Самар, жым. I've been lonely too long, oh I can't be so strong. Chance falling out, take my heart. Енді тағы бір номинация келеді. Осы 10-шы Б классында ең бірінші болып отау құрған номинациясы бар. Кім екен? Бұл Абсалимов Сәби. Yok, jamon xatjan urib qo'ydi. Бұзық болған екенсің. Ертең екеуің бір-біріңе сөз айта алмай бір чүчіп кеткенсіңдер ғой. Тағы бір номинация келе жатыр. А терлетіп келген алыстан сыныптас. Ол екен ол. Ырысбек Етекбаев. Сонау шетелден Бишкектен келген сыныптарға. Ал енді тағы бір номинация шығып келатыр. Үнемі жолда жүретін сыныптас. Қораз! Сыныбымызда ең ақырын сөйлейтін, ең көп сөйлемейтін, аз сөйлейтін сыныптас Мария Иман Ертай! Классымызда спортпен көп айналысқан, мектеп жасында спорт шебері кім екен? Бұл Әбеков Дәурен! Номинациямыз бар группада. Группада отырып ең көп сөйлейтін, бірақ сөзін түсіне бермейміз. Логистик Өмірхан!
Kızlar. Kızlar. Yana birev o'xshash. Al kelesi marifat iyesi bizning sinfdosimiz eng tabusli sinfdosh kim? Erken Qosayning uyinde bizning sponsor olursun olsun. Erten qay vaqtda jinalamız endi bizning uyga son aytib qo'yingizlar sразу. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 25 yaqin. Nilbat jen sağınçıq qo'y. Tak, tag bir nominatsiya kelajatir. Kun. Kichkina 1 ming. Klasimizda mana endi qiziq nominatsiya. O'zim kulgim kelmaydi. Jigitlar gruppasidan chiqadi, yo'qdi vashamay semen urib ketkesin, men seni tepkilayin deb aytaylik. Buzuq sinfdosh Lelibay Cengiz. Bugün şpil. Uşaklar söylüyor. Neyin durup götürmek? Endi kelesi top kızlarning nesine o'tamiz. Endi bu yerda nominatsiya qalay desam bo'ladi. Endi mektabimizda 10 yil starista bo'lgan starista или староста bizning Lajat Qo'jabergenova beriladi. Gruppaning javobgarligining ko'rsatmasini taqdimlash masalalarini kelesi nominatsiya Somon 3000 kilometrdan naqdetib kelgan Vinoshim deb ishga qo'ygan araqni rag'ishib oldi, men kelsa naqdetib kelgan sinfdoshimiz Baynazarova Nurulga berdi. Aqlovdan kelgan qolamiz. Endi bu yerda tak aytmasqa bo'lmaydi. Demografiya jag'i var, kichkina xalqimizga, Qozog'iston xalqiga ko'p еңбек singirgan. Klasimizda ko'p balali sinfdosh mana shudan Nurulga berdi. Oyvay, men o'qim deb turib, biroq o'qiy olmay turman. Jamon. Klasimizda bozoq, tentek, qizimiz bo'lgan sekri urg'ush Valiran Papayeva.
мынау бір ерекше не екен. Мына мен өзім ойланып қалдым мұны оқып тұрып. Мына номинация классымызда тыныштық патшайымы болған сыныптас кім екен? Чонарбаева. Қойшы. Тыныштық патшайым болған үндемей жүрген әлі күнгі үндемейді нағып сары киінемін десем әлі үндемейді. Чонарбаева шолпанға! Мектептегі характер қалай дегене жаңа сары киіммен десем үндемей. О, мас болып қалдым десін мен. Сәбетке айттың оны маған емес. 20 жыл бұрын келгенде өз фигурасын жоғалтпаған, бүгінгі 40 жылдыққа тағы фигурасын жоғалтпай келген ең стильді сыныптас Байназарова Гүлмира. Енді мектепте қарап тұрсаң көп жағдай болады ғой. Кезінде взнос төлемей қашып, екі тиынды төлемей қашып, төлемей, бірақ өз қалтасынан төлеп, сабырлы болған сыныптасымыз Халиданы ортаға шақырамыз. Өз қалтасынан төлеп жүрген қайдан білейін қарыз екен Халида көп рахмет саған. бір 10 мыңнан салыңдар маған. Тағы бір номинация шығып тұр. Енді мектепте қалай болғанын білмеймін, бірақ группада постоянно ақыл айтып отыратын бір сыныптасымыз бар. Ақылды сыныптасымыз Тұрлыбекова Гүлжан. Идея тастап бұлдай айтып отырады группада. Енді ең классымызда көңілді сыныптас. Баяғыда онша көңілді болмайтын, бірақ қазір жынды көңілді сыныптасымыз бар екен. Оның аты парталасым Байдалиева Эльмира. Осылай көріп күлдіріп отырады, приколды. Осына отырышта күлдіріп жүреді. Керемет. Номинация шықты, керемет. Группада кейде отырсаң, жаным әшейін, жандарым әшейін, сендерді сағындым деген сөздерді көп жазатын Тукен Гүлмира. Енді жүрек номинация.
мына жерде кішкене Ол өзіңдікі енді баяғыда мектебімізде күлкі сыйлап жүретін сыныптасымыз болған. Қазір бірақ қарасам 40 жылдан кейін өте серьезный болып қалған. Билейсің бе десең, көрейін дейді. Алдында бар, билей ме, билемей ме? Сурет түсейік десең, кіммен дейді. Сондай класстасымыз Гүлназира. Мен айта дегенде бәрін сыныптың ең активті күйеу баласы, бірақ байқамадым, ну нормальный Ерланға! Бәрекелді. Бильярдты қатты ойнайды. Так, енді адам болсын, әркімнің мінезі әртүрлі болады. Бірақ мына 10 класына ең салмақты болған күйеу бала Дулатқа сыйланады. Енді мына жерде ойбай мынаны оқып көзім тоймай тұр. Мынау сыныптың крутой күйеу баласы дейді. Кім екен? Сонау Ақтаудан Талғатқа беріледі дейді. Жаңа чатта оқыттым ғой сіздерге 10-шы Б сыныбына сәлем жолдап жатыр. Келесі жылғы 41 жылға өзім барам дейді маған. Сен бармайсың. Жақсы келінеді. Енді мынау қалай айтсам болады мына жерде ылғи Ақтерекке барамыз, андау дейміз, мұнда дейміз, бірақ сол үйге шыдаламыз қай уақытта болсын. Қара шаңырақ деп өзіміз атадық, бірақ мына жерде басқаша номинация жазылған екен. Ардагер күйеу бала ауған байыңа! Сыныптың әзілкеш келіні, биші келіні. Уля! Не угадали. Аида! Аида, қанат!
Сыныптың ең көңілді, ең инабатты, ең араласып жүретін жақсы келіні Ырысбектің келіні Гуля! Сағырынан еді шығып тұр. Компанияның пысық келіні 10-шы класс компаниясының Айда! Айда! Сыныптың тағда ардагер келіні, бір жағы сүйкімді келіні Рая! Сыныптың тағы бір келіні бар екен, Ибалы келін дейді. Ол біздің Айман! Сынымымыздың тағы да керемет негізгі қарап тұрсың. Келді көп қарап тұрсың. Ең жас келіні Венера! Жағыген білмедіңіз. Енді мына жер кішкене ыңғайсызды. Дәурен, сен өзің айтуың көп. Өзі енді өзін бақтайын ба? Айта берейін. Açko жинасы. Сөз аяғында мақтамаған деген мақтайсыз. Ертең үйге айтасың ғой, açko жинаймыз. Айта салайыншы. Көзін жүзді айта. Ең ақылды организатор келін дейді. Бақыт! Ал енді тағы бір номинация шығып тұр мұнда. Осы отырыстың ұйытқысы болған сыныптың еңбекқор әдемі сұлу келіні Гүлмираға. Дәуренге поддержка беріп жүгіріп жүрген.
баштап жанда жүргөн. Енді тағы чынды болып. Ай құрдастар. Дәурен өлтіресің сен. Айтайын сен келіп тұр, бірақ енді мына отырса келмей қалды ол жігіттер. Құлағы әдемі сыныптас Асқар! Қайдеміз деді? Құлақ қой, алдында көрейік. Құлағы әдемі болған, келсе де берейік дегеніміз, жазып қойғанымыз, келмей қалды енді. Құлағы әдемі сыныптасымыз Асқар арналады. Тағы бір номинациямыз бар. Қойыңдаршы, 55 мыңнан жинайық деген. Сөйтсек, өзі келмей қалды, бірақ ең көп сөйлейтін сыныптас номинациясы. Қошан құлағы! Енді мына отырысқа екі қызымыз, екі ұлымыз келмей қалды. Енді жағдай біледі ғой, ешкім жасайды ете алмаймыз. Ойбай бір неміз бар. Мен өз атымнан алып келген мына бір грамотам бар. Ең жауапты ұйымдастырушы сыныптас Әбеков Дәуренге. Жарты күн жүріп жанында шашым жоқ болса да шашым түсіп қалды. Жарты күн жүрдім да, молодец. Еңді көзі зор, осының бәріне жүгірген Дәурен негізі. Бүкіл тақырыбын жүгірген Дәурен. Осы ресторан шешкен Дәурен, тауып берген Сәби кінәлі. Қалған бәрін жасаған Дәурен. Дәуренді кәсекке көргізі бұл әңгім айтып, ақылсайды. Ей жандарым үшін. Аман болайық, жаман болсақ аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет аға, сіздерге аман болсын басыңыз, ағы өсіп шашыңыз, бір шабақша қойып қойып. Рахмет. Міне еңбектеріңіз ақтала берсін, керемет еңбектерін береке дейді қазақта. Еңбек етсең береке, тойды қарап тіленбе дейді. Қазақтың керемет мақалдары бар ғой. Сондықтан енді еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті дейді. Осылай еңбектеніп шынымен бүгін керемет кешті ұйымдастырып отырған Дәурен ағамызға тағы бір шапалақ түсіріп қояйық. Достар, келдер, тамаша. Қымбаттастар, демеңіздер ойлап қалды, енді менің уақытым біраз жерге таяп қалды. Сіздерге енді шын айтайын, Дәурен ағамызбен бақыттасып келе, менің ертең қазір енді бұйырса осы кештен кейін жол жүріп бара жатырмын. Туған еліме, туған жеріме, Жаркент қаласына, ертең бұйырса бізде әулетімізде той, қыз ұзады тойы, қарындасымыз ұзатайын деп отырмыз. Алла бұйырса, қазір соңғы бір керемет тілегімді берейін, күйеу балаларға, ұлдарға берейін. Сонымен сіздермен менің қоштасатын уақытым келеді. Енді ары музыка бар, мына колонка бар екен, билейсіздер, ары демаласыздар. Қазір ортамызда жастайын арнайтын Тұрлыбекова, классыстар бірінші аға. Тұрлыбекова, Гүлжан ғой? Дұрыс па? Тұрлыбекова, Гүлжан ханымыз ортаға шақырайық. Сонымен қатар Байдалиева, Эльмира ханымызды. Шәрібеков, Өмірхан. Өмірхан, тамаша. Қымбат бассыздар, қош келдіңіздер. Бүгін енді керемет кешіміздің соңғы тілектеріміздің бірі өздеріңізге келіп жетті. Жақсылық қалмайық. Бұйырса одан кейін күйеу балалармен келіндер дайын отырыңыздар тілекке. Қазақстардың сыныптастарым. Söyle vereyim mi? Bezbeyim. Asla söyle şans. Osundayım. Başımız olsun, oyda sokan dönümlerimizin başımız olsun. Kayaklarımızda bir yansık olsun da. Aman eşim. Soka geçsizge, Kudayga, şükür etkiyle tek. Yani aman olsun, жақсы olayım. Bozukta pek de жақсы geçirdik. Ben yanlış ettim. Hayır.
түсінбей қалды, қайта Самат түсінбеді, қайта айтшы. Жиналған қауым жігіт қыздары міне 40 жыл тойдың болғанынан олар міне той керемет өтіп жатыр. Келгеннен күтіп, келгеннен бәрімізді қарсы алып жатыр. Өте керемет өтіп жатыр. Бәріне рахмет айтамын. Дәуренге рахмет айтамын. Ләззат, Кося, Сәке, осыны ұйымдастырып, бәрін көтеріп алсыңдар ғой міне. Мынаны қалай жасайық, мынаны былай жасайық деп міне. Дәурен көп нәрсені көтеріп жатқан. Мыңда бір рахмет саған. Дәурен еңбегі зор. Иә, еңбегің зор. Енді бірақ отбасыңа амандық тілеймін. Осы өсіріп жатқан қызыңның рахатын, қызығын көріп, сендерді немере сүй. Бірінші тілейтін саған айтып жатқан тілектеріміз қабыл болсын енді. Ал енді жандарым, алтындарым, бір күн бәріміздің басымызды қосып, міне бір-бірімізді көріп, бір-бірімізбен қауышып жатырмыз. Ана Ақтаудан келіп жатыр, Астанадан келіп жатыр. Мына тұрған Ұзынағаштағы Гүлназира, Атардан келіп жатыр, міне Гүлмира. Бір-бірімізді көріп, бір-бірімізді қуанып жатырмыз. 40 жыл деген міне өтті, керемет өтіп жатыр. Сағынасың, еске аласың. Айтам, барлықтарыңа жақсылық тілеймін, отбасыларыңа. Амандық тілеймін, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Үйлеріңе бақыт, табысты, берекелі болыңдар. Өздерің көріп жатқан балапандар қызық рахатын көріңдер, немере сүйіңдер. Шөбереге жетейік бәріміз. Айтам, келіндер, міне мына келіндер жүгіріп, мына алдымыздан. Қашан көрсеңдер осы келіндер бірге жүріп, көп рахмет. Жандағы жандарымды сыйлап, өстіп бәрімізді сыйлап жатсыңдар ғой. Аллаға ризамыз, қуаныштымын. Асаба өте керемет жүргізіп жатыр бізге. Міне бар неңді салып, рахмет, Алла ақ жол тілеймін. Әр үйіңде той болсын, қуанышың көп болсын. Ол да бір үлкен жұмыс қой. Айтам, барлық жақсылықты тілеймін. Аман болып, міне жол жүріңдер жатырсың, сәттілік, ақ жол тілеймін. Үшінші мына біздің мына үлкен мына аспазшы. Ол өзім аспазшы болғаннан кейін оны мен өзім түсінемін. Өте ол қиын жұмыс. Өте керемет дайындаған столды, тамақ әкеліп, міне бәрімізді құрметтеп, бәрімізді күтіп отыр. Аспазшыларға рахмет. Ал 69-дар аман болайық. Осы тойдан тойға жете берейік. Міне Аллам бұйыртып болса, Ләззатымның баласы үйленіп, үлкен тойда шақырып жатыр. Үлкен тойда кездесейік жаным. Бәріміздің амандық тілеймін. Осаты болсын енді Ләззат. Жанар, келіп отырсың жаным. Апайға отырсың. Бәрі жақсылықтар тілеймін. Отбасыларына амандық. Көп рахмет. Рахмет сіздерге қашабал керемет тамаша. Келіңіз, жақсыларыңыздан қоямыз. Роза Рымбаева ақсау заключительный тост айтайын, иә? Ал енді құрметті 69-дар, биылғы 40 жылдығымыз құтты болсын. Біз немен мақтанамыз? Біз қазақ болып туылғанымызға мақтанамыз. Біз Қазақстандағы Ақтерек ауылында 69 жылы туылғанымызға мақтанамыз. Ақтерегімізбен мақтанамыз. Ақтеректің ішіндегі мектептегі 10-шы Б сыныбымен мақтанамыз. Біздің сыныпқа ешкім жетпейді. Оның ішіндегі біздің Құдай бере салған старостымыз бар, организатор. Сол старостының идеясымен бәрімен қолпаштап, олдар көтеріп, Дәурен бастаған команда бәрін көтеріп, сол Дәуреннің бастаған командасының ар жағында кімдер тұр? Олардың мойындары тұр ғой. Мойын қайда болса басқа сояқа болады дейді ғой. Сол келіндерге үлкен рахмет. Бізге спонсор болған күйеуларға рахмет. Біздің өзімізге ғана спонсор болды.
сол енді осы біз не үшін беруге жиналып отырмыз? Біз денсаулықтың арқасында осы жерге жиналып отырмыз бәріміз. Сол денсаулығымыз жақсы болсын бірінші. Осы 69-дардың шаңырағына осы әрбір келген аяққа құт болып келсін. Бәріміз де осындай тойлап, тойдан тойға жете берейік. Біздің 5 жылдығымызда керемет өткен, естеріңде шығар бәрінің, иә? 20 жылдығымызда керемет өткен. 39 жылдығымыз одан керемет өткен. Биыл ғана 40 жылдық, аман есен басымызды қосып отырмыз. Келесі жылы 41 жылдық, ол енді ондай дайындық болмайды ғой, ол кезде жай әшейін жиналсалар. Сол үшін бәріміз атсалысып, осылай ылғи да жаңа ақылдарыңды қосып, WhatsApp'та қандай күшті болды, 2-3 ай ду әңгіме, групповой звонок жасайды, түстен натарда тұрып. Таң ба, түн ба, разница жоқ, өзгермейді ғой. Эльмираның WhatsApp'қа шыққанына қатты сүйсінемін. Бастап, жүгімен айтасың. Жүгімен, екі экспертің да саған түсіп. Сабақтан шығасақ қыздар естеріңде ме? Паркке барып көгеріп жүріп, сабақтан қашып бәріміз. Ана 8-ші кабинетте біздің естеліктеріміздің бәрі қалды ғой, пол жұрған, бір-бірімізден қуалағанымыз, жаңағы идеяларымызды айтқанымыз, кім болады, бәріміз отырып айтып едік қой, кім кейін өскендер кім болады, арманымызды да бәрі сол жерде қалды. Енді сол армандарымыз да орындалып жатыр. Құдайға тәуба. Бәріміз 4 көзіміз түгел, өстіп жинала берейік жылда. Осыны ұйымдастырып отырған барлықтарыңа рахмет. Ол бір адамның қолынан ештеңе келмейді, бәрін өстіп қосылып, иә демесеңдер, жан-жаққа тартсаңдар, ол қанша ұйымдастырам десеңде, оны ұйымдастырамайды ешкім, ол жан-жаққа тартылса бәрі. Сол енді Дәуренге үлкен рахмет, Ләззатқа үлкен рахмет осы жерде. Енді мына Тамада балаға, мына видеоға түсіріп, аяғынан басынан бастап тік тұр, осы балаға, осы енді коттедждің иелеріне осындай біз үшін коттедж тап бергендер. Барлықтарыңа рахмет. Ұлдарға рахмет. Ұлдар ұйымшыл болмаса, қыздар ешқандай ұйымшылдық жасай алмайды негізі бәрі. Осы ұлдарға, ұлдардың келіншектеріне үлкен рахмет осы. Келіндерге рахмет. Рахмет, сіздердің бұйыртса үйлеріңізде ұлдарыңыз құтты болсын, қыздарыңыз құтты болсын, үйлеріңізде аты шыққан ұлдарыңыз болсын, аты шықпаған қыздарыңыз болсын. Бүгін мерекелі жылдағы да құтты болсын деп қояйық, тамаша енді. Болғанда құлақмет, көңілінде айтыла берсін рахмет. Осы коттедждің иесіне, операторға, Тамадаға рахмет еткен, сіздерге де үлкен рахмет деп бір шабалға шабат соғып тамаша рахмет, тамаша келіңіздер. Жаңаса, енді мен бірлікті суытпай қойайын, бағамен айтқан болатын, негізі сіздермен шығу керек еді. Бірақ сонда да осы сыныптың кереметтей, инабатты, ибалы келіндерін ортаға шақырайық. Одан кейін күйеу бала жан-жағына сүйеу ғана дейді қазата. Осы кластың күйеу балар мен келіндерін бір ортаға шақырайық. Кереметтіліктер сіздерден білдірсін, ал күйеу балар, келіндер ортаға келіңіздер. Ал міне қазақтың керемет келіндері ай дейді ғой. Ал күйеу балалар келіндері осы сыныптың ат салысып, барлығына жүгіріп, өздеріңіздің кездесулеріңіз сияқты бағанан сыртта көрдім, шынайы ниетпен, шынайы жүрекпен, шынайы ақ тілекпен келген келіндеріңіз, бірінде күйеу балаға бір ауыз жақсы тілегімізді ұсынайық. Сіздердің де арнап тілектеріңіз бар шығар, жүрек жарды сіздеріңіз арна құрсақ. Бірінші әңгіме ер азаматтардан бастайық, ағаларымыздан бастайық. Қош келдіңіздер, менің құтты болсын. Ал Рахмет балам. 69-дардың түлектері. Мына енді бәрі мен танисыңдар ғой, енді танымайтындар шығар. Енді күйеу дегендер ұят болады, құда болатын шығармыз. Иә, уже құда не болатын уақытқа жетіп қалдық ау деймін енді. Мына енді бүгінгі отырыстар өте жақсы. Осындай бірліктерің ажырамасын, осындай
дастархан әрқашанда үйлеріңде жайылып тұрсын. Ақтөбеге келсек біздің үйге келмей кетпейсіңдер, оны білемін. Өзім шақырып аламын, келмей кетіп барса арттарынан қуып барып, мына кімдесіңдер, бір шай. Біздің үй әрқашанда ашық әйтеуір. Біздің үйден қонақ үзілмейді, өздері біледі. Өмірхан мен көршім ғой. Біздің үйге қонақ келмесе, Нұрғали ауырып қаламыз, шын айтып. Bir türlü de bir жерде қалып қалған, бір аралда адамыз қаламыз, шын айтқанда. Өзіміз қонақ жайымыз сондай. Мына менің екі қарындасым отырмын деді, мені біледі, қалай өскенімді, қандай жолдан өткенімді, менің ертеден әке-шешеден қалғанымды, одан Ауғанстанға соғысқа алып кеткенімді бәрін біледі. Осы жерде отырғандар көбісі 2 жыл Ауғанстанда соғыста болған, қиыншылық көргенімді, оның қазір жақсылығын, зейнетін көріп жатқанымен сондай жақсылықта жүрміз. Құдай содан айырмасын, тойларыңыз той болсын, үйлеріңізге аман есен жетіңіздер. Мына қарындасым анау Талғатқа сәлем айта бар, күйеу баламызға. Мына Астанадан келген Гүлмира, сен де аман есен жүре бер Астанадан, жақсы. Еліңе енді сояққа барып сен тұрғылықты болып қалып, өзі де бір қауым елсіңдер ғой, еліңе сәлем айт. Не дейміз, осы отырысымыз тағы да жалғасып, былтыр әлгі 39 жыл басын бастап бергенбіз енді. Мынау енді 40 жыл болып тұр ғой енді. Жақсы жыл болып өтіп жатыр. Тойларыңыздан тойға ұласа келсін. Амандықта кетсейік. Ал енді бағандан бері жақсы тілектер айтып жатыр. Енді себебіз нәрсе болмайды. Осы бүгінгі осы 40 жылдықтар отырған себебді оны Елмира арқылы танысып айтып. Содан бері 40 жыл өтіпті. Мектеп бітіргендеріңе аз уақыт емес. Сол біріншіден осы 40 жыл мерекелер құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Бәріне осындай бақыт, қуаныш бұл жерде 40 жыл кездескен отырғандар араларында шын көрмегенде. Солар көріп бір қауышып, қуанысты кездесіп отыр. Сол дендеріңіз сау болсын, отбасыларына береке, бірлік, ынтымақ тілеймін. Бала-шағалардың қызықтарын көріңдер. Мына бүгінгі мереке әлемі өте жақсы өтті. Енді менің өзіме өте ұнады, жақсы. Табиғатта жақсы далада міне отырдық. Сол бәріңе рахмет, осылай ұйымдастырды. Мына Асабаға рахмет, қай жаққа кетіп қалды. Және тағы бір айтайын дегенімді араларында бақилық болып кеткен жаңағы кластастарым бар екен. Жатқан жері жарық болсын, топырақ торқа болсын. Сол аман есен болайық бәрімізде. Ойдағы зардабымыз бар. Ал мына құрметті 60-тағылар, бүгінгі 40 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Әрқашан әр үйде, әр семьяда осындай той болсын. Дендеріңіз сау болып, семьяларыңыздан бақ, береке, ырыс кетпей аман есен жүре беріңіз. Құрметті 69-тар, ең бірінші мен айтарым, мен де 69 жылғымын. Біз биыл баяғы 2026 1986 жылы отырдық қой, енді 40 жылдықты. Біріншіден баяғы өтіп кеткен класстастарымызға құран бағыштадық, шынын айтқанда. Жатқан жерде жайлы болсын, топырақтар жатқан болсын. Мен де құрбы-құрдастарымнан 9 кісі кетіп қапты да, қыз бар ұл бар дегенде ше. Бізден 9 кісі кетіпті ше. Жамбыл облысы Қордай районы Қаракемер селосында. Бізден құрдасымыздан 9 кетіпті. Біз біріншіден ол кісілерге құран бағыштадық. Жатқан жерлер жайлы болсын. Енді бір жұма бұрын енді мен де 40 жылдығым өтті, жақсы өтті, 2 күн тойладық. Рысбек мені қолдады. 69 болғаннан кейін мықты күйеу бала деген ламинатқа ие болды. Рысбек жуасың. Бәрі жақсы болды. 69-тар биылғы тойларымыз құтты болсын, бәріміз аман болайық, төрт көзіміз түгел болсын, бала-шағамыздың қызығын көрейік. Үйленбеген балаларымыз үйленсін, тұрмысқа шықпаған қыздарымыз үйленсін, немере көріп жатырмыз, міне алды арты дегендей.
солардың жақсылықтарын көре берейік, бәріміз аман болайық. Сол жақсылықтарымызға тоймай, келесі 50 жылдық бола ма, 30 жылдық бола ма, сол бұйырған күнге бәріміз куә болып жүре берейік. Барлығымыз аман болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Мен мысалы 90-шы жылдары келін болдым, мысалы қыздардың бәрін танимын. Гүлжан отыр, Ләззат отыр, Халида отыр, Гүлмира, Нұргүл, Нұргүл екеуміздің туғанымыз бірдей. Иә. Бүгін бірінші болып көріп отырмыз сізді. Гүлназира, сен емес, біз бірінші көріп Енді 69-дан құтты болсын, бәріміз аман болайық. Бүгінгі күніміз өте жақсы болып жатыршы. Жақсы өтіп жатыршы, керемет болып жатыршы. Ақ долға кидік, сары долға кидік. Жақсы болып жатыр да. Барлықтарыңыз кеш болсыздар. Мен көргендей сол сияқты қыздар, ұлдар. Мен бірге келе жатырмын ғой енді сол жылдардан бері дегендейші. Сол барлықтарыңыз аман болыңыздар, жақсы күндеріңіз осы жалғаса берсін. Осы біздің мына келіндер бәрі айбат, байқасыңдар ма? Келіндерге сөз жоқ. Молодец, бәрі айбат. Қыздар да әдемісіздер. Сол не қылғаныңыздардан артқа қайтпаңыздар, вперед дегендейші. Жақсы күндеріңіз көп болсын, аман болайық. Ал енді қас-жарық, мына бір кереметтей той болып жатыр, өте керемет күшті. Әр адамның өзі орны бар ғой, сыныптасының орны бір бөлек. Өткен күндер бірге мектеп ішкіші, жастық шақ деген ол өзінше бір ғанибет. Сол осы 40 жылдан бері қарай бас осы Алла тағала осы дастарханды дәмсізді дәметіп келіп отырсыздар. Ұзағынан сүйіндірсін, осылай той бола берсін, отбасыларыңызда той болсын. Енді тек жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Ертең Алла бұйыртса үйге келіп бір шәугім шай ішіп қайтасыздар. Жақын қаскелең жанында маңайлы болғаннан кейін енді бір шәугім шай берейік үйден. Сол аман болыңыздар, тек жақсылық тілеймін. Бәріміз бүгін жақсы отырмыз, мына 30-тар құтты болсын, мына 40 жылдықтарың құтты болсын, тек қана жақсылық болсын. Осылай тойдан тойға жете берейік. Тек қана жақсы әр отбасыға амандық болсын, денсаулық болсын, бала шағаларымыздың қызығын көрейік, немерелеріміздің қызығын көрейік, ұлдарымыз үйленсін, қыздарымыз үйленіп тұрмысқа шықсын, немере сүйік, шөбере сүйік, тек қана жақсылық болсын, аспанымыз ашық болсын. Рахмет, Рая! Соншалық сөйлегенде бір ағыз ішеміз бе не? Құрметті Мәлике, осы кештің қонақтарын, ұлдары, қыздары, 40 жылдықтарыңыз құтты болсын. Жылдан жылға өстіп тойлап жүре берейік, бәріміз аман болайық, бақытты болайық, балаларымыз аман болсын деймін. 45 жылдықты, 50 жылдықты енді Құдай бұйыртса соны берсін деймін. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін, ол үйлендірейік, ол келін алайық, қызымызды жатайық, тойдағына кездесіп, аман есен ойнап көріміз. Мен өте қуаныштымын. Бүгін көп адамдарды қайтадан кездесіп, есть, которые меня первый раз видят, мне очень приятно с вами познакомиться. Бүгін керемет той болды. Аурай қандай керемет болды. Бәріміз қалай көңілді бәріміз отырдық. Енді от себя хочу. Үйге бақыт келе берсін, қуаныш келе берсін. Құдай қаласа 5 жыл, 10 жылдан кейін полностью этот же состав қайтадан кездесіп, тойлап жүре берейік. Бізде, по-моему, екеу да жетпей жатыр. Құдай қаласа екеу да ғой. Сол Құдай қаласа екеу со своими супругами тоже келе берсін.
Асаба баламызға да рахмет, біздің баламызды былай айтқан кезде ше. Оператор баламызға да рахмет. Бізді осы мына жаққа келіп, осында түсіріп, біздің ойымыздай болып жатыр. Былай десе, былай солай десе, солай жатқан. Бұнда бақытты болыңдар. Сіздердің үйлеріңізде қандай жақсы, дәл осындай той болсын, жақсылық болсын, алла берсе қораларыңыз малға толсын, үйлеріңіз немере шөбереге толсын деп бараша. Ал қымбатты ағайындар, мен сіздермен қоштаспаймын. Тек қана жақсы күнде жақсылықпен көріскенше деймін. Қазақтың тойы бітпесін. Енді Дәурен аға, міне бүгін кешіміз жақсы өтті деп мойында, түлектердің жақсы ниет болсын тағы да ойында. Баршамыз тағы бір аман есен кездесейік, бұйырса сіздердің 50 жылдық кездесу мерейлі тойларыңызға деп бір шабаға Алла бұйырса, солай соған Алла жеткізсін. Бұйырса, әр шаңатта қазағында тек қана дәл осындай той болсын. Тамада қойсын, нүктесін, қазақтың тойы ешқашанда бітпесін деп білемін. Кеш құтты болсын. Енді мен сіздермен қоштаспаймын. Тек қана тағы да жақсы ниетпен қазақтың тойында сіздермен бірге осындай ақ дастархан басына кездесуді Алла тағы да нәсіп етсін. Енді мен кішігірім бір таныстырып өтейік. Мына бағана сұрастырып жатырмын. Бүгін жалпы дулаттардың, суандардың, албандардың кешегі ғой дейміз, иә. Ұлы жүздердің кешегі ғой. Бүгін салтанатымыз кеш құтты болсын. Мен едім, қай қазақпен келмедім. Сұрасаңдар түлектер бар қазақпен тең едім. Жарген дейтін жердемін, суан дейтін елдемін, тамшы дейтін төрдемін, іле дейтін көлдемін, шарал дейтін белдемін. Бүгін мен сіздердің 40 жылдық кездесулеріңізге Дәурен ағам шақырып, азаба әнші болып келгенмін. Талай өлеңді шығарып, талай өлең жараттым, ұрпақтарға мәңгі қылып өлеңді тараттым. Ауылда жүргенде талай той бақтым, Алла тәуелді апта сайын той бақтым, 40 күнде жаңартпын, бұлыңды сәлаппын. Сіздермен бірге болған қуаныш, Байсуал қалам кеш, құтты болсын тамаша. Рахмет, башқарыңызды көріп алыс білдіреміз. Рахмет сіздерге. Өлең менің өлеңім, әлі ала көрелерім, 248-70-78 басы актив, осы менің маңынан көрсе. Қой басы қаластырылдар, қымбатты да азаны шықпай, тек қана паншыда екі өлеңімізге шығамыз тамаша. Енді ағаларына ән керек, әпкелерге сән керек, жалпы жамауызға да шән керек дейді ғой енді. Осы кеште әндеттім, осы кеште сәндеттім, осат болса түлектер, бітті менің міндетім тамаша кеш. Құтты болсын, жақсылық екпен де қана башамыз жолыма берейік. Енді Дәурен ағамның сұрақ бойынша бағана кемшілік бар деген бір ән орындап бермедім ғой, білесіңіздер болса енді алады. Сол әнді бір қайта орындап берші қолға сұрап тұр екен, орындап берейік. Одай ұзақ болса мен жолымен жүрсек деп отырмын. Сіздер асықпай тойлаңыздар, билеңіздер, мереке кеш құтты болсын. Ал астан алып отырыңыздар. Бүгінгі кеш